Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Өткен сабақта ұлттық код ойынын ұсынған болатынмын. Сол жерде арнайы платформа арқылы оқушыларды топқа бөлуге болатынын айттым. Мынау Google'дың іздеу жолағына онлайн стоп watch деп жазасыздар. Мына жерде тұр, мінекей тышқан сілтемесінің қозғалысына қарап отырсыздар. Және де қазақ тіліне орыс тіліне аударып алуға болады. Мен парақшаны орыс тіліне аудардым. Енді осы жерде групповые генераторды таңдадым. Алдын ала мен оқушылардың аты жөндерін жазып алған болатынмын. Оны өзіме көшіріп қойдым. Соны қоя саламын. Мінекей шықты. Енді кез келгенді таңдайық. Мысалы, мына шарды таңдап көрейік. Интернет желісі жақсы жұмыс істесе, тым жақсы, өте жақсы болмақ. 100-ге толғанын күтеміз. Енді осы жерде, осы жерде, мына жерде настройки тұр. Көрдіңіздер ме, мындай болттың белгісі. Сол жердегі ақпаратты ауыстырамыз. Яғни бізге бұл адамдардың есімі Ава дейді. Бұлар бізге керек емес, я? Өшіреміз, қарапайым. Борттағындай жұмыс белгілеп аламыз. Өшірдік. Эмманы да өшірейік. Енді адамның атын жазамыз. Мен көшіріп қойдым, мына енгіздім. Енді мынау жерде тышқан сілтемесінің соңына қарап отырсаңыздар, маған мысалы 3 топ керек. 3 топқа 4 адамнан деп тұр. Make new groups. Жаңа топтар жасақта деп тұр жатырмыз. Ал кетті. Бірінші топта Айгүл, Диана, Қайрат, Дана. Next. Екінші топта кімдер? Екінші топта Елжас, Ержігіт, Айнұр және Қуаныш. Next. Үшінші топта кімдер? Әйгерім, Арнұр, Бинұр, Кеңестер. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей толық топты көруге болады. Тағы да басқа үлгілерін көрейік. Олар өте қызық. Міне group генератор істеп тұр. Ағылшыншада қарай берсеңіздер болады. Тағы да айтам, орыс тіліне оң жақ сілтемені басып ауыстырсаңыздар да болады. Мына бір үлгіні көрейік, сахна ашылған кейіпті. Қалай болады екен? Интернет желісінің жақсы жұмыс істегені бізге тиімді болмақ. Қазіргі таңда кішкене әлсіздеу болып тұр. Ештеңе етпейді. Орыс тіліне аударып алдық. Таңдаймыз. Күтейік. Мінекей сахна, тағы да болт белгісін таңдаймыз. Сәл күтейік. Толық ашылу керек, Міне болт белгісін таңдадық. Осы жерде адам аттарын қайтадан өзгертеміз, белгілеп аламыз. Өшіреміз. Енді бізге қайтадан сол 3 топ жеткілікті. Немесе 4 топ деп алайық, сәл өзгерсін. Make new groups дедік. Бірақ адам аты тұр, адамдар енгіздік. Кеттік. 3 топ деп алайық бұл жолы. Make new groups. Мінекей сахна ашылды. Бірінші топ. Next. Екінші топ. Үшінші топ. Жаңағы есімдер емес, көріп тұрсыздар ғой, әртүрлі. Мінекей көруге болады. Әрі қарай кеттік. Басқа тағы да үлгісін көрейік. Мынандай бақа бар. Мынау сиқыр сияқты бар. Мынандай да бар. Көрейік. Алдын ала жасап қоясыздар әрине. Сосын осыны баса қаласыздар. Бірден топқа бөле аласыздар. Күтейік. Болт белгісін күтеміз, Үлгісін көрсетіп тұр. Болттың белгісін басамыз. Сол бағанағындай тура есімдерді өзгертеміз, өшіреміз. Өзімізге қажетті нәрсе, адамдардың есімдерін, оқушылардың есімдерін қоямыз. Бүгін ұзап кетті ғой. Ал 6 топ болсын дейік. 2-2-ден дейді. Make new groups. Ал көрейік. Шөлпетте қалды. Қайрат пен Әйгерім бірге. Next.
Айгүл мен Айнұр бірге. Мұны жұпқа бөлу үлгісі ғой. Сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын. Басқа да түрлері бар, көрсеңіздер болады. Кәделеріңізге жарасын. Лайк, комментарий сіздерден болсын. Сау болыңыздар.